Қайырлы күн достар! Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Пайғамбарлардың өзге адамдардан ерекшелігі. Бірінші, оларға Аллах тағаланың адамзатқа арнаған жолдауларын жеткізу міндеті жүктелді. Екінші, Аллах тағала оларға бұл жолдауды періштелер арқылы жіберді, немесе тікелей дәнекерсіз тілдесті. Сондай-ақ олардың көрген түстері де уахи болып табылады. Үшінші, Аллах тағала оларды күнәлардан сақтаған. Төртінші, Аллах тағала оларды мұғжиза кереметтермен қуаттады. Бесінші, Аллах тағала олардың дұға тілектерін қабыл еткен. Алтыншы, олардың жандары өздерінің рұқсатымен алынған. Жетінші, олар жан тапсырған орындарына жерленген. Пайғамбарларға берілген мұғжизалар. Мұғжиза Аллах тағала тек пайғамбарларына берген, басқа адамдардың қолдарынан келмейтін ерекше іс-әрекеттер. Адамдардың пайғамбарларды жалғаншылардан ажыратуы үшін олардың әрқайсысы өзіне тән мұғжизамен жіберілген. Мәселен, Самуд елінде жартас жарылып, одан түйе шыққан. Мұсаның алейхиссалам аса таяғы жыланға айналған. Исаның алейхиссалам адамдарға үйлерінде не жеп, нені сақтап қоятынын хабарлайтын, өлікті тірілтетін, тағы сол сияқты мұғжизалары болған. Мұғжизаның өзіндік шарттары бар. Ол табиғи заңдылықтарға бағынбайтын әдеттен тыс құбылыс. Сондай-ақ пайғамбар мұғжизасының ұқсасын келтіруде басқаларды бәсекеге шақыра алуы және қарсы жақтың қойған талабына сай болуы қажет. Бұған мысал ретінде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам айды екіге бөлу оқиғасын айтуға болады. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз.